Саламатсыздар достар. Бүгін біз тест-центрдің платный пробнигінің бір нұсқасын талдап көреміз. Енді бұны мен желтоқсан айында ашып талдағанмын. Қараңыздар, бірінші сұрақ бізде былай дейді. Аммиак суда ерігенде донорлы акцепторлы механизм арқылы аммоний ионын түзеді. Аммоний тұздарының көпшілігі суда еритін ақ түсті кристалл заттар. Аммоний хлоридіне сілтімен әсер еткенде байқалатын өткір иісті газ. Бұл енді мұғалімдердің сынағы. Бұл өте қарапайым сұраққа жатады. Бірінші сұраққа окей. Енді мен айтайын. Бұл жерде дұрыс жауап бізде аммиак болады. Қараңыздар. Біз NH4 хлорды міне жазайық. NH4 хлор. Бұл бізде ақ түсті кристалл зат. Енді осы қосылыстың формуласын ашып жазайық. Қараңыздар. Ол бізде былай болады. NH3 көбейтілген H хлор. Міне. Енді сутектерді бір-біріне қосатын болсаңыздар, NH4 хлор бізде шығады. Осыған біз қазір сілтіні қосамыз. Мысал ретінде натрий OH-ты қосайық. Міне натрий OH. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде бізде қышқыл бар, ал мына жерде бізде не бар? Негіз бар. Вот осы екеуі бейтараптану реакциясына түседі. Нәтижесінде тұз және де су береді. Қараңыздар. Бізде натрий хлор түзіледі, қосылған H2O и және де мына бөлік бізде өткір иісті газ ретінде бөлінеді. Бұл бізде аммиак болып табылады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі сұраққа көшеміз. Енді екінші сұрақ бізде былай дейді. Көлемі 20 метр куб күкірт диоксиді, яғни SO2, триоксидке SO3 тотығу үшін жұмсалатын ауаның көлемі. Қараңыздар бірден. Ешқандайда ауаның құрамындағы оттектің үлесін көрсетпеген. Бұндай жағдайда біз ауаның құрамындағы оттектің үлесін 20% деп аламыз. 20%. Окей. SO2 қосылған оттегі нәтижесінде SO3 болады. Теңестіреміз. Мұнда 2 және де мұнда 2 қоямыз. Мына біреу SO2 бізде 20 метр куб. Енді қараңыздар. Мына заттарды біз газ тектес заттарға жатқызамыз. Мынау бізде газ, мынау бізде газ. SO3 негізінде 43 па 45 градустан бастап ол газға айналады. Негізінде оған дейін ол сұйық. Бірақ та мына процесс өте жоғары температурада жүзеге асады. Сондықтан процесс барысында ол бізде газ күйде болады. Атақты Гей-Люсак дейтін ғалым айтқан, газ күйдегі заттар бір-біріне порция-порциямен, яғни пропорционалды түрде әрекеттеседі деген. Ол дегеніміз былай. Қараңыздар. SO2-ның алдында бізде 2 дейтін коэффициент бар, оттектің алдында 1 дейтін коэффициент, SO3-тің алдында 2 дейтін коэффициент бар. Пропорционально дегеніміз, қараңыздар, 2 дейтін коэффициент ол 20 метр кубқа тең, ал 1 дейтін коэффициент соның жартысына тең болады екен. Яғни 10 метр куб. Ал мына жерде SO3 2 дейтін коэффициент қой. Онда ол бізде 20 метр кубқа тең болады. Бізден сұрап тұр. Жұмсалатын ауаның көлемі. Мына біреу, қараңыздар, 20% болатын болса 10 метр куб. Онда 100% ол бізде не болады? Ауа болады. Ауаның алатын онда көлемі 5 есе көп болады. Ол бізде 50 метр куб. Міне, 120-дан 5 есе көп болса, онда 50 10-нан 5 есе көп болады. Дұрыс жауап бізде 50 метр куб. Қарап тұрсаңыздар, міне, С нұсқасы бізде дұрыс болады. Тамаша. Келесі
Үшінші сұрақ. Бізде былай дейді. Атомдық радиусы үлкен элементтің электрондық конфигурациясы. Енді осы сұрақ бізде қате. Мынандай электрондық конфигурация болмайды. Қараңыздар. 3s2, одан кейін 3p6 болу керек. Сосын барып 3d5. Ешқашан 3p6-ны аттап өтіп, 3d5 бірінші толмайды. Мүмкін емес. Мына жерде, білмеймін, орфографиялық қате кеткен ба, автор қателескен ба, әлде платформаға салу барысында қате кеткен ба, түсініксіз. Енді қалған нұсқаларды қарайық. Мына біреу Б нұсқасында 4s2, 4p6 дегеніміз ол бізде криптон. Ал мына біреу Д нұсқасында, қараңыздар, 3d10, 4s2 мен бітеді. Бұл дегеніміз бізде мырыш. Қазір көрсетейін. Периодтық кестені ашамыз. Міне, төртінші период, 4s2, мына бір 3d10-ның барлығы кіреді. И 4p6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, міне, криптонға келіп тұр. Ал 4s2, міне 1, 2, одан кейін 3d10 дейтін болсақ, міне мынау 1, мынаяқта 10, 3d10, яғни мырыш болады екен. Тамаша, біз енді қайтып келеміз. Қараңыздар, мынау бізде криптон, мынау бізде мырыш. Енді С-да қарап тұрсаңыздар, мына екеуінің бір-бірінен айырмашылығы, мына жерде не жоқ? 4s2 жоқ. Көрдіңіздер ме? Түсіп қалған. Сәйкесінше, мынау бізде мырыш 2 плюс болады. Енді осы варианттардың қайсының атомдық радиусы үлкен дейтін сұрақ туындап тұр. Мектеп бағдарламасында біз былай дейміз, қараңыздар. Мынау бізде периодтық кесте болатын болса, солдан оңға қарай біз не дейміз? Кішірейеді. Кішірею. Ал жоғарыдан төмен қарай, міне жоғарыдан төмен қарай, ол бізде үлкею. Не үшін? Себебі қабат-қабат, яғни артып отырады ғой, қабат қосылып отырады. Соның салдарынан радиус үлкейеді. Ал солдан оңға қарай не үшін кішірейеді? Себебі реттік нөмір, яғни протондардың саны артқан сайын, көбірек протон ол маңайындағы электрондарды өзіне қарай көбірек тартады. Сол кезде мына ядро, яғни атом деп айтайықшы, тығыз орналасады. Тығыз орналасқан сайын оның радиусы кішірек болады. Міне көрсетейін, қараңыздар. Міне, тура солай. Жоғарыдан төмен қарай бізде ұлғаяды. Себебі период артып отыр ғой, жаңа энергетикалық деңгей қосылып отыр. Немесе солдан оңға қарай бізде не істеп тұр? Кішірейіп жатыр, солдан оңға қарай. Енді салыстырайық, қараңыздар. Мынау бізде мырыш, ал мынау бізде криптон. Яғни, мына моментте мырыш бізде үлкенірек болып тұр, Тамаша. Сұраққа қайтып келеміз. Мынау бізде криптон болды. Мынау бізде мырыш 2 плюс, мынау бізде мырыштың өзі. Нейтрал күйдегі, Енді қараңыздар, мына жерде 4s2 жоқ, яғни 2 электронды жоғалтқан, ионға айналған. Бұл дегеніміз, бұда 4-ші деңгей жоқ деген сөз. 4-ші деңгей бүтіндей жоқ. Онда мырыш 2 плюс ионының радиусы ана екеуіндей болуы мүмкін емес. Кішілеу болады. Окей, біз жаңа қарадық, мына біреу мырыштың, қараңыздар, радиусы үлкендеу, Вот, мен де солай ойлап, мынаны D-ны белгіледім. Сөйтсем, бұл бізде қате болып шықты. Онда ықтимал біздегі дұрыс жауап мына біреу криптон болады екен. Енді түсіндірейін, не үшін криптон? Міне. Яғни мен мына біреу мырышты белгіледім, ол бізде дұрыс болған жоқ.
Сөйтсек, кейбір әдеби мәліметтерде, қараңыздар, мынау бізде мырыш, ал мынау бізде криптон. Мына жерде криптонның радиусы үлкендеу. Неліктен дейтін сұрақты біз қоятын болсақ, оның себебі мынада. Қараңыздар, мырыш атомының радиусы қалай анықталынады? Мырыштың сынамасы алынады екен, оған X-ray дифракция дейтін қондырғы арқылы оның былай айтқан кездегі кристалл торындағы ең жақын орналасқан екі атомының міне центрінен ара қашықты бізге өлшеп береді екен. Вот, осы ара қашықты дәл ортасынан бөлетін болсақ, біз не істейміз? Міне, радиусты алады екенбіз. Осылай мырыштың, жалпы металдардың радиусы анықталынады. Осы жерде бір нәрсе бар ескеретін. Мына мырыш атомы мен келесі мырыш атомының арасында бізде химиялық байланыс бар. Оның ішінде металдық байланыс. Химиялық байланыс дегеніміз ол өте берік байланыс. Яғни атомдар бір-бірімен жақын, нығыз, тығыз, берік орналасқан. Окей. Ал криптонның жағдайында не мәселе болып тұр? Қараңыздар, криптон дегеніміз ол бізде ол инертті. Олар тек қана жеке мынандай атомдар күйінде ғана өмір сүреді. Олар, яғни октет заңына бағынады, олар нейтрал, электрондарды алуға, беруге мұқтаж емес. Алайда криптон атомдарының радиусын қалай анықтаймыз? Қарапайым физикалық жағдайлар арқылы анықтайды екенбіз. Яғни криптонды біз өте төмен температурада суытамыз. Өте минус градуста суытамыз. Сол кезде криптон атомдар бір-біріне жақындап, газ күйден алдымен сұйық күйге өтеді. Сұйық күйден одан кейін оларды қатты күйге өткізуге болады екен. Ойлаңыздаршы. Бірақ та қатты күйге өту дегеніміз криптон атомдарының арасында қандай да бір байланыстың туындауын білдіреді ғой. Яғни олар қандай да бір байланысқа түседі екен. Сөйтсек, сол байланыстар бізде Ван дер Вальс күштері болады екен. Яғни физикалық Ван дер Вальс байланыстары. Бұлар химиялық байланыс сияқты берік болмайды. Бұлар кәдімгідей бір-біріне жақын, тығыз орналаспайды. Жай ғана екі шардың түйіскені секілді елестетіп көріңіздер. Әлсін түйісіп тұр деп ойлаңыздар. Сол секілді байланыс қана. Енді ойлаңыздар. Криптонды біз суыттық, қатты күйге айналдырдық, одан кейін X-ray дифракциясына саламыз да, мынандай екі жақын орналасқан атомның центрінен бізге мәлімет береді. Ара қашықты біз табамыз. Сол ара қашықтықты екіге бөлетін болсақ, бізде не? Криптонның радиусы анықталынады. Алайда енді криптонның радиусын мырышпен салыстыруға келмейді. Себебі атомдардың арасындағы химиялық байланыс әр түрлі. Мына бір криптонда ол физикалық байланыс, ал мырышта ол бізде химиялық байланыс. Енді әлбетте химиялық байланыс жақын, тығыз орналасқандықтан ол радиусты азырақ көрсетеді. Вот осындай бір дилемма бар. Кейбір әдеби мәліметтер криптондікін азырақ көрсетеді, кейбір әдеби мәліметтер көбірек көрсетеді екен. Мен сіздерге Википедияны көрсетейін. Қараңыздар. Міне, мынау бізде мырыш. Түсетін болсақ, мынаяқта міне Atomic Radius деп аталады. Міне 134 pm. Ал Covalent Radius дейді. Яғни коваленттік байланыс түзді деген бір айтқан кезде теориялық тұрғыда ғой. Негізінде мырыш атомдарында ковалентті байланыс түздіруге болады екен. Енді жорамал түрде олар түзген болса 122 pm, яғни пикометр. Пикометр дегеніміз оның -12 метр деген сөз. Ван дер Вальс болса 139. Көрдіңіздер ме? Ван дер Вальс 139. Ал енді криптонға келеміз. Криптондікін қараңыздар.
ковалентті радиус 116, бірақ енді бұл теориялық тұрғыда, жорамал тұрғыда, иә. Ал негізінде ол Ван дер Вальс 202. Мына бір ковалентті, яғни бұл бізде криптон болса, мына жақта мырыш ковалентті, иә. Мырыштың коваленті бізде қараңыздар үлкендеу. Ал екінші жағдайда Ван дер Вальс, онда криптондық үлкендеу. Сонымен жаңағы сұрақты да біз шыны керек 100% қабылдай алмаймыз. Себебі бұл сұрақты құрастырған авторға байланысты да, ол қай тұсты жақтап тұр. Мына жақты ма, әлде мына жақты ма деген секілді. Мына сұрақ шыны керек о басынан бастап аварияға түсіп тұр, иә. Мына біреу нұсқа бізде мүлдем жарамайды, ал мына жерде және де мына жерде дилемма бар. Мен мысалы мынаны белгіледім, ол қате шықты, онда мынау дұрыс болу керек. Жақсы, осы яғни сұрақ қана менде қате шықты, қалған 49 сұрақ дұрыс шықты. Келесі, 4-ші сұрақ. 2 атомды спирт дейді, иә. Сіздер мына біреу атомды дейтін сөзден қорықпаңыздар. Спирттер үшін ол бізде OH топтарын білдіреді. 2 атомды дегеніміз, онда спирттің құрамында 2 гидроксид топтары болуы керек. Жай ғана ол дейтінді көрсеңіздер, ол жерде бір ғана гидроксид топтары, 1 штук. Ал пропан триол десеңіздер, міне 3 дегеніміз, ол жерде 3 штук бар деген сөз. Пентанол, иә, ол жерде міне қарасаңыздар 1 штук болады екен. Пентандиол, бұл жерде 2 штук болады екен. Яғни бізде дұрыс жауап пентандиол болады. Ол бізде міне былай болады. Пентан дегеніміз 5 көміртегі атомы, одан кейін 2-де, және де міне 4-те мынандай гидроксид топтары бар екен. Мыналарды біз сутекпен толтырамыз. Мында сутек, мында 2 сутек, мында бізде 1 сутегі болады. Тамаша, келесі бізде 5-ші сұрақ. Мына бір 5-ші сұрақты былай дейді. Көлемі 3,36 литр этанды хлорлауға 6,72 литр қалыпты жағдайда хлор жұмсалған болса дейді. Түзілген хлор сутектің зат мөлшері және хлор туындының массасы. Окей, этанды жазамыз. C2H6 қосылған хлор 2. Енді қараңыздар, көлемдерін алып алдымен жазып көрейік. Міне 3,36 литр, мында 6,72 литр. Енді біз мөлшерді табайық. Қараңыздар, мына жерде қалыпты жағдай делінген. Яғни біз не істейміз? 22,4-ке бөлеміз. Литр на моль. Наяқта міне литр на моль болады. Нәтижесінде мына жерде 0,15 моль болады. Яғни литр мен литр қысқарады. Мына жерде міне литр мен литр қысқарады. 0,3 моль болады. Қарап тұрсаңыздар, 1-де 2 қатынас болып тұр. Яғни бір молекула этанға 2 моль хлор келіп тұр. Онда мына жерге 2 дейтін коэффициент қоямыз. Сөйтсек, бұл бізге нені береді? C2H4 хлор 2 алынғанын береді, иә? Яғни 2 сутекті хлор ағыстырды деген сөз. Қосылған 2H хлор болады екен. Бізден сұрап тұр. Хлор сутектің зат мөлшері дейді. Қараңыздар, зат массасының сақталу заңы бойынша этанның алдында бізде 1 дейтін коэффициент, хлордың алдында 2 дейтін коэффициент. 1 дейтін коэффициент бізде міне 0,15 мольға тең, ал 2 дейтін коэффициент 0,3 мольға тең болады. Қараңыздар, мына жерде 1 дейтін коэффициент, онда мынау бізде 0,15 моль болады, ал мына жерде 2 дейтін коэффициент, онда бұл бізде 0,3 моль болады. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, хлор туындының массасы дейді, ал хлор сутектің мөлшері міне 0,3 моль. Енді нұсқалардан қарап көрейік. Міне
мына жерде 0,3 моль бірақ жерде ғана тұр екен, біз бірден дұрыс жауапты тауып тұрмыз. Алайда, мына жерді дәлдеп көрсетейік. Яғни, мынаның массасын сұрап тұр. Ол үшін мынаның малярлық массасын жазайық. 99 грамм на моль. Мынаны 99-ға көбейтсек, бізде шығады екен 14,85 грамм. Тамаша. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі 6-шы сұраққа көшеміз. 6-шы сұрақта айтады: концентрлі азот қышқылымен әрекеттескен кезде қоңыр газ бөлетін металл дейді. Қоңыр газ. Білесіздер, орысша бурый газ деп аталады, немесе лысиный хвост. Лиса дегеніміз түлкі, оның құйрығын елестетіңіздер. Оның құйрығы қызғылт қоңыр түсті болады, иә? Дәл осы қоңыр газда сондай түстес болады екен. Яғни ол газ бізде NO2. Мына сұрақта бір қателік бар, соны көрсетейін. Қараңыздар, концентрлі азот қышқылы дейді. Мен өзімнің мынаяқта кестемді ашайын. Мына жерде қараңыздар, азот қышқылы концентрлі. Ол барлық металдармен әрекеттессе, жаңағы қоңыр газды, яғни бурый түсті газды бөледі екен. Қызық, иә? Қайтадан жаңа сұраққа қайтып келеміз. Енді мына варианттарды қайсы дұрыс дейтін сұрақ туындайды. Мынау да дұрыс жауап бола алады, мынау да дұрыс, мынау да дұрыс, мынау да дұрыс деген секілді. Алайда, тестті орындаған эксперттің логикасын шамалы бетіп түсініп қарайтын болсақ, көп жағдайда бұндай сұрақтарды азот қышқылы делінсе, қоңыр газ бөлінеді делінсе, ол мыспен байланысты. Яғни, дұрыс жауап ретінде көп жағдайда мысты береді екен. Вот сол себептен мен мысты белгіледім, менде дұрыс шықты мынау. Алайда сұрақ қате. Тамаша, келесі 7-ші сұрақ. Айтады: берілген айналым бойынша глюкозадан этанол, одан кейін X заты. Осы 6 моль глюкозадан алынатын X полимерінің массасы. Енді мен бірден айтайын, мына бір екінші реакция, ол бізде Лебедев реакциясы. Лебедев реакциясы. Алдымен реакция теңдеулерін жазайық. С6, H12, O6, ол бізде 2С2, H5OH қосылған 2SO2 болады екен. Мынау бізде ферменттердің қатысында жүреді. Фермент, бұл бізде катализатор. Одан кейін спирт, яғни С2, H5OH ары қарай Лебедев реакциясына түседі. Шарт жағдай ретінде бізде міне жоғары температура, мына катализаторлар керек болады. Вот, осылар жүйеде бар деп есептейміз. Нәтижесінде бізде бутадиен 1,3 түзіледі. Міне. CH, CH, CH2 қосылған 2H2O қосылған H2. Бутадиен 1,3. Ары қарай, бұл бізде полимерлену реакциясына түседі екен. Яғни CC, CH, CH, N полимерлену. Енді, қандай полимер түзілетінін кітаптан көрсетейін. Ол үшін бізге 11-ші класс, 1-ші бөлім, 123-ші бет керек екен. Міне қараңыздар, 11-ші класс, 1-ші бөлім, 123-ші бет. Ең жоғарғы екі мына бір полимер керек. Біріншісі бутадиен көк сағызы дейді. Қараңыздар, екіншісі дивинил көк сағызы. Екі полимер бір-біріне өте ұқсас. Алайда, бутадиен көк сағызы бізде транс құрылымды. Яғни екі сутектері екі шақта болып тұр, иә? Яғни бұлай. Бір ғана қос байланыс қалады. Екі шеттен бізде міне бұлай полимерлену жүреді. Ары қарай мына жақта екі сутегі, мына жақта екі сутегі,
мында бір сутегі, мында бір сутегі. Яғни полимерлену осылай болады екен. Окей. Біз енді керекті мәліметтерімізді жазайық. Мынау бізде 6 моль. Қарасаңыздар, мына жерде 1 дейтін коэффициент бар, ал этанолдың алдында 2 дейтін коэффициент бар. Бұл дегеніміз этанолдың мөлшері 2 есе көп болады. Яғни 6 көбейтілген 2 тен 12 моль болады. Келесі реакцияны теңестіру үшін мен мына жақта спирттің алдына 2 дейтін коэффициентті қоямын. Қараңыздар, мына бір 12 моль спирт толықтай екінші сатыға өтеді. Мына жерде 12 моль, алайда түзілетін бутадиен бүріш, міне, бұл жерде бір ғана дейтін коэффициент бар. Сол себептен бұның мөлшері тура 12-нің жартысы болады, иә? Яғни 12 бөлінген 2 тен 6 моль болады. Осы 6 моль мына жерде, міне, полимерлену реакциясына түседі. Онда полимердің массасы осы 6 моль бутадиен бүріштің салмағынан құралады екен. Қараңыздар, бутадиен бүріштің молярлық массасы 54 грамм на моль. Онда полимердің массасы бізде тең болады. Масса тең 6 моль көбейтілген 54. Нәтижесінде 324 грамм болады екен. Қарап тұрсаңыздар, Д нұсқасы бізде дұрыс жауап болады. Ары қарай бізде 8-ші сұрақ айтады. Атомдық кристалл тордағы байланыс. Бірден айтамын, ол бізде ковалентті болады. Яғни Б нұсқасы бізде дұрыс. Слайдты көрсетейін мына жерде. Міне кристалдық торлар бізде білесіздер иондық, молекулалық, атомдық және металдық болады. Кристалдық тор құралатын атомның табиғатына байланысты. Егер тор түйіндерінде металл болатын болса, ол бізде металдық байланыс. Егер тор түйіндерінде мынандай бүтіндей молекулалар болатын болса, бұл бізде молекулалық кристалдық тор. Егер де иондар болатын болса, яғни металдар емес, кәдімгі иондар. Калий хлор, натрий хлор деген секілді, мысалға натрий хлор. Бұл бізде иондық болады. Ал атомдық дегеніміз, қараңыздар, ол бізде мысалға алмас, немесе кремний болуы мүмкін. Енді ойлаңыздар, көміртек пен көміртектің арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Әлбетте ковалентті байланыс. Түсінікті деп ойлаймын. Сұраққа қайтып келеміз. Яғни мына жерде бізде Б нұсқасы дұрыс болады. Келесі 9-ші сұрақ. Мына сұрақты айтады. Ақуыздардың сыртқы факторлардың ультракүлгін сәулелену, радиация, ауыр металдармен құрылымының бұзылуы. Бұл да оңай сұрақ, бұрыннан бері келіп жүрген сұрақ. Ол бізде денатурация. Кітаптан көрсетейін. Ол үшін 11-ші класс 1-ші бөлім 90-ші бетті ашамыз. Міне, 90-ды теремін. Қараңыздар. Міне денатурация дейтін сөзді тауып алдым. Міне тұр. Міне қыздырғанда ультракүлгін сәулелерінің әсерінен, гамма сәулелерінің әсерінен деген секілді әсерлер, ол бізде денатурация болады. Тамаша. Келесі 10-ші сұрақ. Айтады. 6-да 72 литр ацетиленді полимерлегенде, яғни бензол алғанда деген сөз. Түзілетін ауыр органикалық түсі сұйықты, бензол ғой, катализатор қатысында. Бұл жерде катализатор ол бізде күкірт қышқылы H2S4. Катализатор қатысында азот қышқылымен әрекеттестіргенде түзілген зат және оның массасы. Азот қышқылы бар, одан кейін катализатор ретінде бізде күкірт қышқылы бензолмен әрекеттесетін болса, нитробензол алынады. Яғни дұрыс жауап бізде А нұсқасы. Нитробензол бірақ жерде ғана тұр. Окей, ашып сұраққа қалай жауап беру керек, есептеулерді көрсетейін. Ацетиленнің полимерленуі деген сол бізде тримерлену. Міне, мына жақта бізде 600 градус керек и белсендірілген көміртек деген сөз ғой. Нәтижесінде С6H6 алынады. Ары қарай бензолға С6H6 қосылған
HNO3, мына жерде бізде күкірт қышқылы катализатор ретінде С6H5NO2 түзіледі. Одан кейін бізде мына жақта су түзіледі. H2O. Есептейік. Айтады, 6-да 72 литр ацетилен. 6-да 72 литр. Бұл бізде қалыпты жағдайда. Сондықтан 22,4 литрна мольға бөлеміз. Литр қысқарады. Сол кезде бізде мөлшер шығады. Ол бізде міне 0,3 моль болады екен. Қарап тұрсаңыздар, 3 дейтін коэффициент, бензолдың алдында 1 дейтін коэффициент. Бензолдың мөлшері ацетиленнің мөлшерінен 3 есе аз болады. Яғни 0,3 бөлінген 3 нәтижесінде 0,1 моль болады екен. Ары қарай біз не істейміз? Міне, мына жақта 0,1 моль бізге кірді. Нәтижесінде қарап тұрсаңыздар, барлығының алдында бізде 1 дейтін коэффициент мына жақта бар екен. Сондықтан, мына бір түзілген нитробензолда оның мөлшері 0,1 моль болады. Нитробензолдың молярлық массасы бізде 123 грамм на моль болады. Массаны табу үшін істейміз? 0,1 көбейтемін 123-ке, нәтижесінде 12-де 3 грамм алынады екен. Міне, 12-де 3 грамм дәлелденді. Құрметті әріптестер, осымен талдауды тоқтатамын. Талдаудың қалған бөлігін немесе басқа да нұсқалардың талдауларын көргілеріңіз келсе, төмендегі номермен хабарласыңыздар, менеджер сіздерге барлығына жауап береді. Не болмаса, мына біреу WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Міне, 8 707 385 98 98 WhatsApp деп қойын. Тамаша, құрметті достар, оқыңыздар, ізденіңіздер, соңына жетіңіздер, білімнің алдында кішіпейіл болыңыздар. Сол кезде бізге білім қонады. Сау саламатта болайық.